Достар, енді біздер Каспи магазинда, например, біздердің 3-4 магазиніміз бар, барлығы бір жерге тіркелген Каспи пайға. Сіздің офлайн магазиніңіз бар, продуктовый магазиніңіз бар, например, Каспи QR, Каспи Gold арқалы, Каспи Pay арқалы қабылдайсыз. Барлығы бір жерге түседі. Кейін тағы да бір бизнесіңіз бар, например, ол интернет магазин болуы мүмкін. Барлығы осы Каспи Payге тіркелген кезде бір шотқа кеп түседі. Мысалға, бүгін сауда болып жатыр, Каспи Gold'тан қабылдап жатырсыз, QR арқалы, тағы да удаленный оплата арқалы қабылдап жатсыз. Олардың барлығы мына жерге келіп түседі. Бүгін продажа болды, осы жерге кеп түседі. Енді осыларды қалай бір-бірінен ажыратып аламыз? Например, мына магазинда қанша сауда болды, мына магазинда қанша сауда болды. Соны ажыратып алу үшін мен алдыңғы сабақтарда точка продаж, кассир қосуды үйреткен болатыным. Мына жерден қостыңыздар, енді осылардың ақшасына бөліп қараймыз. Отчет по продажаға кіреміз, например, мына жерде бүгінге 6 операция болған, мысалға жалпы 6 операция болған, үсті жағында көрсетіп тұр. Енді мына курс сататын магазинімізде общий 174 мың сауда болған, 3 операция жасалған, например, 3 курс сатылған. Кейін бұл жерде астында фото, видео, аксессуар сататын магазин бар. Бұл жерде де 3 операция жасалған QR арқалы. Мысалға, мына жерге кірсек, кімдер жасаған, не жасаған, толық мәлімет тұрады. Достар, мына жерге кірсек те толық мәліметтер тұрады. Осыны біздер отчет көлемінде шығарып алуымызға болады. Міне отправитті басамыз, міне осындай болып шығады. Отчетін шығарып алуымызға болады. Қайсы магазинде қанша сауда болды бүгін. Жалпы осыны жіберуімізге болады. Енді бұдан бөлек біздерде шотта да ақша кеп түскен болады. Мысалға, шот арқылы да бір фирмалар ақша төлеген болады. Шотымызға, мысалға, Мой банкқа кіріп қарасақ, міне, бұл да бүгін келген 145.960. Бұны қайсы компания жіберген? Шоттан шотқа әр қашан компаниялар жібереді. Үлкен компаниялар, гос органдар болуы мүмкін, мысалға. Енді қараймыз, кіріп көреміз қайсы компания жіберген. Пискаға басамыз, мысалға, пискаға басқан кезде мына жерде 11 ноябрь деп тұр, мысалға. 11 ноябрь. Міне, школа интернет колледж дейді, Сүлеймен Демиралы біздерге аударған екен. Мысалға, соны білуге болады. Бұл жеке шоттан шотқа жіберген уақытты, егер Каспидің шотынан жіберген уақытты тез түседі, басқа банктардан срочныйны таңдап жіберген болса тез түседі, срочныймен жібермеген болса ол бір күннен кейін түсетін жағдайлар болады, достар. Шотты осылай біліп аламыз, кім аударды, қай жақтан келді, мен көрсеткен бойынша кірсеңіздер тауып аласыздар, достар. Жақсы түсіндіңіздер деген үміттемін, достар. Сабақты осымен тамамдаймын.